Xayrlı kun barşalarınızға қалайсыздар? Бүгін енді өзімше ойланып отырмын сіздер үшін, және өзім үшін де, денсаулығымыз үшін де осылай ет асып көрсетейін деп жатырмын. Бәріміз осы грипптен, тұмаудан бір ауырып аунап тұрдық. Енді күш-қуат жинау керек. Сол үшін ет асып, осында қалай еттегі қандай құпиясы бар, соны көрсететін боламын. Әуелі мына жерде бір қазымды дайындап қойдым. Одан кейін кішкене сүйегімді салдым. Осылай сонымен қатар қартамды салып дайындадым. Және де жылқының, бұл жерде барлығы жылқының еті. Енді осы ем болсын деп, осыларды қазір пісіріп көрсететін боламын. Достар, мен газымды қостым. Мендегі бар несі осы екен, жаңағы газдың напоры. Енді осыған пісіретін боламыз. Суымды толтырып әкеп қойдым. Етімді жуып, бәрі дайындап қойып, бірден суымды толтырып алып кеп қойдым. Енді қазір осыны қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Сосын қайнағаннан кейін көбігін аламыз, және пияз саламыз. Ал достар, ашам қақпағын. Енді мына көбігі қатты тарқап кетпесін деп, мына пиязды ортасына салып қоямын. Сонда көбігі бір шетке, барлығы ортаға пиязға жинап алады. Сол үшін сіздерге көрсетіп қояйын деп жатқаным ғой. Қазір қайтадан қақпағын жауып, тағы да бұрқылдатып, бір қайнатып алам. Сосын жалғастырып көрсететін боламын. Ал бісміллә деп қақпағын ашайық. Көбігі шыққан көбігін тартып аламыз қазір. Сүзіп аламыз. Содан кейін барып, қасын тесіп, сорпасын құйып алам. Нан илеу үшін, қамырын илеу үшін. Пияз ортаға жинайды, барлық көбікті тарқатпайды, және еттің жұмсаруына жақсы көмектесетін болады. Одан кейін мына сорпаны етіміз піскенше әбден сапырып отырамыз. Сонда сорпамыз тәтті, етіміз дәмді болып шығатын болады. Ал енді достар, мына қамыр илейін деп жатырмын. Жарты кило ұнымды алдым. Енді осыған бағана сорпаны құйып алдым да, осы бір кеседей. Енді осы неге ұнға салып қамыр илеймін. Тұз қоспаймын. Себебі сорпаның өзінің тұзы бар. Ет тұздалған. Сондықтан тұз қосылмай, бірден сорпаны қосып қамыр илейтін боламыз. Міне достар, осылай қамырын иледім. Енді осыны әр 10 минут сайын қолымен осылай илеп тұрған дұрыс болады. Өйткені жаңағы жайған қамырымыз тәтті болып шығу үшін, иінін қандыру үшін, сонда тәтті болып шығатын анық. Сосын келген қонақтарыңыз мақтап кететін болады. Енді қазір тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Сосын 10 минуттан кейін тағы да осылай илейміз. Иін қанғанша илей береміз. Ал достар, ашамыз, қараймыз қазір. Бісміллә. Міне сақырлап әдемі болып қайнап жатыр. Енді осыған картоптың салатын боламыз. 4 картоп ашып дайындап қойдым. Соны саламыз қазір. Одан кейін жаңағы ожауымызбен міндетті түрде мына сорпаны сапырып тұру керек. Міндетті түрде жаңағы ет піскенше осылай сорпасын сапыра берсеңіздер, майы сорпаға өтеді, сорпамыз дәмді болып шығатын болады. Сонда жаңа айтады ғой қазақта, ет етке, сорпа бетке деп. Сонда сорпа бетке өткенде бетіміз жылтырап, әдем болып жүретін болады. Және ем болады бұл сорпа. Сонымен ерінбей, әр 10 минут сайын осылай сапырып тұрыңыздар. Міне бір пиязымды ашып, жуып алып келдім. Енді осыны турап, тұздыққа дайындап қоямыз. Негізі пиязды мен сорпасын құйып қайнатпаймын. Ешқандай да өлтірмеймін. Тікелей осылай кесеге саламды. Үстіне жаңағы сорпаның майын қосып, жаңа жерден тұздық жасай салам. Бұрыш қосып, жаңа пиязын өлтіргенде үйдегілер ұнатпайды.
қара бұрышымыз себеміз. Мұны осылай дайындап қоямын. Қазір енді сәл неміз қайнасын, сорпамыз. Содан кейін сорпасын құйып тұздық жасап қоятын боламын. Көзім ашып кетті. Мен екінші қайтара тағы да илеп жатырмын. Осылай әр 10 минут сайын илеп, иінін қандырып, наны тәтті болсын деп жатырмын. Піскеннен кейін. Негізі осылай етке көңіл бөлем, келген қонақтардың көңілінен шықсын деп. Сорпасын көп сапырамын, және осындай қамырды әр 10 минут сайын илеп, иін қандырып, тамақ дәмді болу үшін да солай жасай беремін. 2 суала қамыр шықты. Енді осын біреуін қазір жайып көрсетейін деп жатырмын сіздерге. Ал достар, мына сорпаны сапыруды ұмытып кетпеңіздер. Ет асқан кезде міндетті түрде сапырып тұрыңыздар. Сонда сорпаларыңыз өте дәмді болады. Сорпа бетімізді жылтырататын болады. Міне осылай әр 10 минут сайын ет піскенге дейін сорпаны сапырып тұрған өте пайдалы және дәмді болады. Ал достар, міне қамырымызды оқтауға орап, кесіп дайындайтын боламыз. Енді жаңаға етімізді шығарып дайындап қойдым. Енді нанымызды кесіп дайындаймыз. Алдымен қазір мына бағына пиязын турап, бұрышын салып қойдым. Осыған енді сорпаның майын құятын боламыз. Мен сорпамыз қайнап жатыр, етімізді сүзіп алдық, картопланы сүзіп алдық. Енді сорпасының майын алып, тұздығымызға құятын боламыз. Құйып алдым. Енді осының бетін қазір жауып қоям. Ал бісміллә деп нарымызды салайық. Қамырымызды сүріп алдық, етімізді турап қойдық, енді тұздығын салып жатырмыз. Қамырды түсіріп жатқанда видеоға түсіремді, ұмытып кетіппіз. Ал енді достар, мына сорпасын кішкене көрсетіп жіберейін деп тұрмын. Сорпасын құйдым. Енді осыған қазір біз құрт қосатын боламыз. Мен енді осындай кішкене кесеге салып көрсетіп жатқаным ғой сіздерге. Осыны салып, одан кейін барып лимонымызды жуып тазалап әкеп қойдым. Енді осыны сорпаға қосатын боламыз. Енді осыны жақсылап бір араластырамыз. Құрты езілу керек ішіндегі. Бұл енді сорпаның жаңағы лимон қосылып, құрт қосылғаны өте ем болады. Сорпаны ішетін кезде лимонын алып тастап, осылай сорпаны ұсынсаңыздар болады. Бісміллә. Сіздер де осылай жасап көріңіздер.